Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бүгін біз сіздермен өте ерекше әрі дәмді болып шығатын ірімшік қосылған құймақ жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 2 дана жұмыртқамызға қантымызды және де тұзымызды, 2-3 ас қасық сұйық майымызды, жылы сүтімізді қосып, сұйық массамызды дайындап алатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырыңыздар. Одан соң бөлек ыдысымызға үкіштен өткізілген ірімшігімізді қосып, оның үстіне ұнымызды иліктен өткізіп, 2-3 қайтара салып араластырып алатын боламыз. Одан соң 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Массамызды жақсылап тұрып араластырып дайындап алатын боламыз. Сұйық массамыздың үстіне мен ас-көк және де 1 дана сарымсақ қостым. Видеода көрсетілмей қапты. Сіздер қосуды ұмытпаңыздар. Сұйық массамызды жайлап 3 қайтара отырып қосып, 1 келкі масса болғанша жақсылап тұрып араластырып аламыз. Және де құймақ пісіретін табамызға қызып тұрған отта осылай кәдімгі құймақ секілді пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздермен болған Динара ас болсын.